Hello children, now let's begin today's new lesson. Exercise 25, read and complete. Use astronauts, moon, sun, orbit, stories, earth. Яғни қызылмен жазылған сөздерді астындағы сөйлемдердің тиісті орнына қоюымыз керек, сөйлемдер мағынасына қарай. Бірінші сөйлемде қойылған, сол үшін екінші сөйлемнен бастаймыз. Footprints made by astronauts on the moon will stay there forever because there is no wind to blow them away. Астрономдардың аяқ іздері айда мәңгі сақталады, өйткені ол жақта үрлеп алып кететін не жоқ, жел жоқ, A day on Mercury is as long as 59 days on Earth. Яғни Меркурийдің күні жердегі күннен ұзағырақ дейді, ұзақ 59 күн көп екен. For astronauts are taller in space, яғни астрономдар ғарышта ұзынырақ. The dog Laika was the first living creature to orbit the Earth. Яғни Laika бірінші айға ұшқан Laika иті, яғни тіршілік иесі, жерден барған, орбитаға барған тіршілік иесі. In April 2001, Dennis T4 became the first space tourist. 2001 жылы сәуір айында Денис ғарышқа бірінші барған турист болып есептелінеді, балалар. Сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. Осыны қарап оқып шығамыз, Next, exercise 26, listen and complete and talk with your friends. Бізге балалар ғаламшарлар туралы үлкен мәліметтер берілген, Енді осы мәліметтерді қалып кеткен жерлерін толықтырып, және досымызбен соны сөйлесуіміз керек дейді. Мен сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. Сол жерден қарап, қалып кеткен 3-ші, 2-ші, 4-ші, 5-ші қатарларды толықтырып жазып алсаңыздар болады. Және де балалар, сіздерге сабақ ұнап жатса, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Next, exercise 27, listen and read all about Mars. Mars туралы дейді. Mars is the fourth planet from the sun and it has got 2 moons. Марс төртінші планета, күннен шыққан төртінші планета, ол жақта 2 айлар бар. People call it a red planet because most of its surface looks red. Яғни адамдар оны қызыл планета дейді, өйткені оның сыртқы көрінісі қызыл. Mars hasn't got any blue oceans or green land. Яғни Марста ешқандай көк океандар және де жасыл жерлер жоқ. Length of day and year. A day on Mars is 24 hours and 39 minutes long, a bit longer than a day on Earth. A year on Mars is 687 days. Марстың күндері 24 сағат 35 минут, жерден ұзағырақ, жердегі күнге ұзағырақ, және де бір жылда 687 күн бар екен Марста. Seasons. Mars has got 4 seasons like Earth, but they are different. Summers on Mars are not hot at all. In fact, they are -5 degrees Celsius. Яғни Марста 4 мезгіл бар, жерге сияқты, бірақ олар басқаша. Марстың жазы қатты ыстық емес, -5 градусқа дейін суық екен. Olympus Mons. The largest mountain in the solar system is on Mars. It's more than 25 kilometers high, 3 times higher than Mount Everest. Яғни ең үлкен Марста таулар үлкен дейді, және оның биіктігі 25 километрге дейін биік, яғни біздің Эверест тауымыздан 3 есе биік болып есептелінеді екен, балалар. Марс туралы біз өте көп, өте қызықты ақпарат алдық. Next, exercise 28, read and match to make sentence. Оқимыз және сөйлемдерді сәйкестендіреміз. People call Mars a red planet because of its color. Mars hasn't got any blue oceans or green land. A day on Mars is 24 hours and 39 minutes. Mars has got 4 seasons, but they are different to ours. Балалар, сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. Exercise 29, make a project or a PowerPoint presentation about a planet in our solar system present into the class. Яғни өздеріңіз PowerPoint арқылы презентация дайындаңыздар, яғни күн жүйесіндегі планеталар туралы, және оны сыныпта таныстырыңыздар дейді балалар. Өздеріңіз ақпарат жинап, солай жасасаңыздар болады. Сіздерге балалар бүгінгі сабақ толық түсінікті деп ойлаймын. Егер сіздерге сабақ ұнаса, лайк басуды, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. The lesson is over. Goodbye, children.